Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған біз тәуелсіздік құрдасымыз атты кездесуімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Кездесуіміздің алғашқы мерекелік құттықтауын ауылдық округ әкімі Сабыржан Жарқын Қибатұлына береміз. Құрметті бүгінгі жиынға қатысушы ауыл тұрғындары, мекеме қызметкерлері және тәуелсіздік құрдастары, бүгінгі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толу мерейтойымен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Келесі кезекті марапаттауға келсек, ауыл шаруашылығы саласының дамуына қосқан үлесі мен елеулі еңбегі үшін Мұса Ахауылы марапатталады. Тәуелсіздіктің құрдасы Есім Қапселемұлы, өзіңіздің жүрек жарты лебізіңізді білдірсеңіз. Әрқашан тәуелсіздігіміз тұғырлы, туымыз биікте желбірей берсін. Аман болыңыздар. Өз жүрек жарты тілектеріңізді, өмір жолдарыңызды бөлісу үшін сөз кезегін сіздерге береміз. Бәрі құтты болсын. Барларыңызға айтарым. Бақытты болыңдар. Жүрген балаларымыз ауылға келіп, еңбек етіп, осы ауылымызға тірек бола берсе, ол нұр үстіне нұр бола береді ғой бізге. Совхоздың қойнақ толмайтындай болғанбыз бір кезде. Айналып келе беретін қарқыма тағы бір деңесі шөп тасуды, тағы бір деңелер. Қазір оның бірі де жоқ, өз еркің өзіңде, өзің қажасың. Тәуелсіздігіміз арқасы, заманымыздың жақсарғаны арқасы, қазір барлығына да қол жетіп жатыр. Мерекелеріңіз құтты болсын. Тәуелсіздік құрдастарын құттықтауды табыстау үшін Ақшаған ауылдық әкімі Жарқын Қибатұлына сөз береміз. Жаңағыларымыздың көрген қиындықтарын көрмеңіздер, жаңа айтып өтті ғой, жақсылықтары ғана тілеп жатыр. Құрметті тәуелсіз құрдасы Шалабаева Гүлнар Қуанышұлына. Сізді біз тәуелсіз құрдасымыз атты мерекелік шара аясында Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Тәуелсіз Мына бүгінгі келіп жеткен тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерекесімен баршаңызды шын жүректен өз атымнан және барша мектеп ұжыматынан шын жүректен құттықтаймын. Алып жатқан сый-сияпаттарыңыз барлығы құтты болсын. Осы үлкен кісілердің ізімен жалғасырып, бұл кісілердің бейнетін көрмей, тек қана зейнетін тілеймін. Ал құрметті қонақтар, құрметті тәуелсіз құрдастары, бүгінгі тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерекесі құтты болсын. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, еліміз тыныш болсын. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған біз тәуелсіздік құрдасымыз атты кешімізге келіп, өз ойларыңызды бөліскендеріңіз үшін сіздерге мың алғыс. Кешімізді осымен аяқтаймыз.